Егер А, Б вектор арқылы үшбұрыш берілсе, ауданын табыңыз. Бұл қалай болады? Мында қарап тұрсақ, үшінші пункті бәрі 0 деп тұр. Демек, Z, Z осы ол 0. Мен қазір X керекқа сала берейін, Z осы 0 болып тұр. А 1-3. Мысалы, мына жер 1 болса, мына 1, 2, 3 болса, мінекей мына вектор. Демек, ол міне мынандай вектор. Одан кейін B векторы 2-де 1 дейді. 2-де 1 деген міне 2, міне 1. Осы мынандай осы үш бұрыштың ауданын табу керек. Біз Герон формуласын қолданамыз. Бұл мүмкін тік бұрышты болуы мүмкін, тік бұрышты болуы белгісіз, бірақ Герон ылғи жұмыс істейді. Біз аламыз да бұның қабырғаларын табамыз. Мысалы, мынау А, мынау Б, мынау С болсын. А деген түбірдің астында Пифагор ғой, Пифагор. Мына жер 0,0 деген нүкте ғой. Үшінші нүктесі 0,0 ғой, былайша айтқан кезде. Сонда мінекей 1-ден азайтамын 0-ді квадраттаймын, 3-тен азайтамын 0-ді квадраттаймын. Сол кезде менде мына жақтан 1 шығады, мына жақтан 9 шығады, түбір асты 10 болады. Енді B-ның ұзындығын табамын. Түбірдің астында бұл жерде B-ның ұзындығы мына вектор бар ғой. 2-ден 1-ді азайтамын. Міне 2-ден 1-ді азайтамын дегенім 2 азайту 1. 2-ден 1-ді азайтқан кезде мынаның ұзындығы шығады да. Сосын 3-тен 1-ді азайтқанда мынаның ұзындығы шығып, Пифагорға салып жатырмыз. Осының квадраты қосамын. 3-тен 1-ді азайтамын. Негізі қазір бүйтейік, дұрысынан болсын. 2-ден 1-ді алсам, 1-ден 3-ті аламын десек, шатаспаймыз. Ол квадратқа бәрібір де, бірақ шатаспау үшін маңызды. Мынау 2-ден 1-ді аламын, 1-дің квадраты 1, 1 азайту 3 ол. Не болады? Минус 7 квадрат 4, түбір асты 5 болады. Енді С-ның ұзындығын табамыз. С-ның ұзындығы түбірдің астында 2-ден 0-ді азайтамын, квадраттаймын, 1-ден 0-ді азайтамын, квадраттаймын. Тең. Мынау деген 4 болады, мынау деген 1 болады, тең түбір асты 5. Қарасақ, бұл тік бұрыш, үш бұрыш болады екен негізі. Өйткені түбір асты 5-тің квадраты 5, мынаның квадраты 5, анау гипотенуза шығып тұр. Сонда жаңағындай S тең AB бөлу 2, түбір асты 5 көбейту түбір асты 5 бөлу 2. Мына бұрыштың 90 екенін дәлелдедік қой. Анау 5 болады, 5-те 2-ге бөлем 2,5 болады. Сонда міне А жауабы дұрыс, басқа жауаптар қате. Егер бұл тік бұрышты үшбұрыш болмаса, Герон формуласымен табуға болады. Мен енді Герон жаза салайын десем, түбір асты бар ыңғайсыз сан, бірақ көрдік па, ыңғайсыз санға сәйкесінше ыңғайлы әдіс жасап қойғанда есепте.